Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде арыстан көрсеңіз, өңіңізде қалай болады? Ең алдымен каналыма подписаться жасап, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде аң патшасын көру сізге үлкен күштер ықпал етеді. Арыстанды өзіне бағындыру, кез келген істе сәттілікке ие болу. Арыстан сізді бағындырса, достарыңыздың қысымына қорғансыз боласыз. Аң патшасын торда отырғанын көру, сіздің жеңісіңіз сізге қарсы шыққан адамдарды құтқаруға тәуелді. Торда және одан тыс арыстанның іс-әрекетін қадағалайтын жаттықтырушыны көру істің табысты болуын хабарлайды. Сіздің біліміңіз бен жоғары деңгейлік іскерлік машығыңыз адамдар арасында қолдауға ие болуына көмектеседі. Жас арыстанды көру жеткілікті көңіл бөлсеңіз сәтті жүріп кететін жаңа істің бары. Жас арыстанды түсінде көрген жас ару жаңа сымбатты ашынамен көңіл жарастырады. Арыстанның ақыруын есту істің күтпеген табысқа, ал жігіттің әйелдердің ықыласына ие болуы. Басыңыздың жоғарғы жағында ақырғаннан азу тісі көрінген аң патшасының басын көрсеңіз, билікке деген ұмтылысыңыз нәтижесіз қалады. Ал оның терісін көру байлық пен бақытқа болжайды. Өзіңізді арыстанның үстінде көру сынақтарды өтуде табандылық пен қайсарлық танытасыз. Түсіңізде өткір пышақпен балаларыңызды арыстаннан қорғап қалсаңыз, шынайы өмірде сіз тіпті бірер сәтке ғана өз парызыңыз бен іскерлік жауапкершілігіңізден көз жазатын болсаңыз, жауларыңыз өз дегеніне жететінін білдіреді. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.